Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы видеоны өңдеу. Балалар, видеопад редакторында видеоны қалай өңдейміз? Видеопад редакторында видеоны өңдеу барысында қажет емес бөлігін кесіп алып тастауға болады. Ол үшін қызыл меңзермен бөлікті белгілеп, жою батырмасын немесе делete пернесін басамыз. Ал арнайы тақырыптарға видео қалай жасауға болады? Ол үшін арнайы тақырыпқа қатысты суреттерді немесе интернеттен дайын ақпараттарды бумаға жинақтап алған тиімді. Мысалы, табиғат құбылыстары тақырыбында видео жасау үшін ақпараттарды, суреттерді өз бумамызға жинақтап алайық. Видеопад редакторында файлды кірістіру батырмасы арқылы суреттерді кірістіріп орналастырамыз. Мәтіндік әсерлер, аудио әсерлер, видео әсерлер ауысуларды пайдаланып, тақырыпқа қатысты мәтіндер мен өлең шумақтарын жазуға болады. Сонымен қатар өз даусымызбен дыбыстар жазуға немесе интернеттен арнайы дыбыстар, әуендер жүктеуге де болады. Ал видеопад редакторында видео жазбаны қалай сақтаймыз? Видеопад редакторында видео жазбаны сақтау үшін жобаны сақтау, сохранить проект командасын орындаймыз. Жобаны ретінде сақтау, яғни сохранить проект как терезесіне видео жазбаға атау беріп, сақтау батырмасын басамыз. Бірақ мұндай типті файлдардағы видео жазбалар басқа компьютерге ашылмай қалуы мүмкін. Сондықтан видео жазбаны MP4 AVI форматында сақтау қажет. Сонда кез келген компьютерге дұрыс ашылады. Нәтижесінде жұмыс үстелінде табиғат MP4 файлы орын алады. Балалар, өзіміз ізденіп орындайық. Мына берілген батырманың анықтамасын жазамыз. Келесі тапсырма ойланып жаз. Видеопад редакторындағы видео жазбаның пішімдерін жазып шық. Келесі тапсырмада жасырын сөзді тап. Әрбір суреттің бірінші әрпін пайдаланып, сөз құрастыр. Табылған сөзбен сөйлем құрастыр. Енді мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, видеоны қалай өңдеуге болады? Екінші, видео әсерлер дегеніміз не? Үшінші, видеоны қалай сақтауға болады? Себебін анықтайық. Бірінші, неліктен видеоларды өңдейміз? Екінші, неліктен видеоларға аудио әсерлер кірістіреміз? Үшінші, не себепті видео жазбаны MP4 AVI форматында сақтау қажет? Келесі тапсырмада талдап салыстырамыз. Өңделген видео мен өңделмеген видеоны талдап салыстырыңыздар. Келесі тапсырманы компьютерде орындаймыз. Бірінші тапсырма. Қыз қызығы тақырыбына видео құрып, оған дауыс жаз. Ол видеоны өңде, видеоны бумаға сақта. Келесі тапсырма. Өзі ұнататын мезгіл және сол мезгілдегі табиғат құбылыстары туралы видео жазба құр. Видеоға 5 жолды өлең құрастырып, өз даусымен дыбыс жаз. Енді балалар, ойымызбен бөлісейік. Бірінші, Зере табиғат туралы видеоны өңдеуге 18 минут жұмсады. Ал Ербол осы уақытта 3 видеоны өңдеді. Екеуіне 54 минуттан уақыт берілген болса, Зере мен Ербол қанша видео жазбаны өңдереді? Келесі тапсырма. Дискідегі видеоны өңдеу тақырыбындағы тапсырманы орында. Қалай орындағаныңды жұбыңа көрсет. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Сабақтан алған әсерлеріңізді белгілей қойыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.